Барлығына сәлем достар. Бұл 3-ші Е сынып оқушылары. Бүкіл мектеп жек көретін бұзақылар. Бірақ бір күні бейтаныс жаратылыс олардың сынып мұғалімі болуды талап етіп, бақытсыз жасөспірімдерге жалдамалы өлтірушілердің шебері болады. Енді мектеп оқушыларының басты міндеті өз мұғалімін өлтіру болып табылады. Бұл ессіздік сияқты көрінуі мүмкін, бірақ студенттер мұндай жаттығулардың артықшылықтарын тез түсіне бастайды. Әрі қарай не болар екен бірге білейік. Жан түршігерлік апат бүкіл адамзат үшін дүрбелең туғызады. Біреу айды жарып жіберді, оның екінші 1/3 жойды. Жапон үкіметі өз аумағында қылмыскерді анықтай алды, және әскерилер зұлымдықты ашуға жақындады. Сарбаздар оларды бірінен соң бірін өлтіретін, көп аяқтары бар жұмбақ тіршілік иесіне тап болады. Біраз уақыттан кейін Жапон мектебінде директор өз мекемесіндегі көмекшісіне 3-ші жыл артта қалған Жапония елінің басшысы оқушыларға планетаның ең соңғы мүмкіндігі екендерін жеткізді. Бұл тіршілік иесі планетаны жоймас бұрын аз ғана уақыт ұсынды. Бұл уақыттың ішінде оқушылар оны өлтіріп үлгеру қажет. Бұл құбыжық 1 жылдан кейін ғаламшарды жойып жібермекші. Бірақ одан бұрын мектепте сынып жетекшісі болуға және өзін өлтіруге неге мүмкіндік бергендігі түсініксіз. Тіршілік иесі арнайы қару-жарақтары бар оқушылардың өміріне қауіпті болмайтындығына уәде етеді. Ол қарулар материалы резинаны еске түсіреді. Ол адамдарға қауіпсіз, бірақ құбыжық үшін таптырмас қару. Міндетті орындаған оқушыға 10 миллион йен берілетін болды. Профессионалды кісі өлтіруші агент Ирина оқушыларды жаттықтырады, сонымен қатар ағылшын тілінен сабақ береді. Оқушылардың арасынан Нагиса Сиото ерекшеленеді. Ол құбыжықтың мықты және әлсіз тұстарын блокнотқа жазып қойған. Қоңырауда оның сыныптастары құбыжықты өлтіруге алғашқы қадам жасауға шақырады. Сабақта Нагиса жетекшіге тапсырманы өткізуге жақындайды. Бірақ оның артында қару жасырынған. Бірақ мұндай талпынысқа тек күледі. Алайда Нагисаның ішкі қалтасында жарылғыш граната жасырынған екен. Оның артқы жағында отырған оқушылар ара қашықтықта жарып жібереді. Нагиса бірнеше метрге ұшып кетеді. Сыныптастар жеңіске қуанып, Нагисаның еміне ақша бөлінетінін айтады. Жарылғыш шынайы болған, бірақ көп аяқты ол уақытта терісін шешіп үлгерген. Ал өзге планеталық төбеде жабысып тұр екен, және мұндай трюкті айына 1 рет жасап тұрады. Ол қатты ашуланып қызыл түске айналады. Себебі оқушылар жеңіс үшін сыныптасын құрбан етті. Сонымен қатар ол рұқсат етілмеген қаруды қолданған. Құбыжық үлкен жылдамдықпен қала аралап, бұзақылардың үйлерін аралап шығады. Бірақ оның ашуы басылып, Нагисаның ерлігі үшін мақтап, ары қарай өлтіруге амал жасай беруін айтады. Енді абай болуға шақырып, бір-бірін қауіптен қорғауларын сұрайды. Құбыжықтың есімі болмағандықтан, оқушылар оны Коро-сенсей деп атауды шешеді. Келесі күні сынып, құбыжықты үлкендерге арналған журнал арқылы торға түсіреді. Сонда ол жерден босап шығып, оқушыларға үйге 2 есе көп тапсырма береді. Нагиса блокнотқа жетекшінің кекшіл екендігін белгілейді. Сыныпқа жаңа оқушы Карма Акабана келеді. Ол сабақты жақсы оқығанымен, бұзақылығы үшін осы сыныпқа ауыстырылады. Карма жетекшіге қолын созғанда, құбыжық жарақат алады. Себебі оның қолына резинкаларды жабыстырып алған. Карма сыныпта белсенді оқушыға айналып, түрлі амалдармен жетекшіні өлтіруге тырысады. Бірақ барлығы сәтсіз. Кенетте Карма сыртта отырғанда, қасынан Нагиса келеді. Ол Кармаға жаңа жетекшінің ұнайтынын айта бастағанда, әңгімені сенсей келіп бөліп, сыныпқа оралуды сұрайды. Бірақ Карма таудан секіріп кетеді. Себебі жетекші оны құтқару үшін артынан секіретін болса, ол басына оқ атады. Ал құтқармаса, қауіпсіздік жайлы келісімді бұзатын болады. Бірақ айлакер өзге ғаламшарлық, созылғыш денесінен тор құрып аман алып қалады. Карма әбден шаршап, ол жетекшінің ең мықты ұстаз екендігін айтады. Карманың мектептен шығару себебі әлсіз сыныптасын қорғау мақсатында төбелес құрғаны болып шықты. Жапонияның қауіпсіздік министрі егер де оқушылар уақытында тапсырманы орындамаса, басқа елдер Жапонияны толықтай жарып жіберетіндігін айтады. Тапсырманы орындалу үшін сыныпқа жаңа оқушы жіберіледі. Жаңа робот болып шықты. Ол өте ақылды және түрлі қарулармен жабдықталған. Робот оқушы болып саналады. Сондықтан Коро-сенсей оны талқандай алмайды. Көп атылған оқтың нәтижесі жоқ. Тек қана сабақтан кейін оқушыларға сыныпты тазалауға қосымша жұмыс.
Оқушылар шыдай алмай, роботты темірмен орап тастады. Құбыжық роботқа сыныппен дос болуға шақырды. Ол сыныптасына сабақпен көмектесе бастады. Оқушылар қуанышты және роботқа Рицу есімін береді. Сабақ басталған уақытта кенеттен төбе жарылып ақ шашты Итоно Хиробе пайда болады. Және есіктен ақ мантияда оның қорғаушысы Сира кіреді. Өзіне сенімді Итоно дуэльге жетекшіні бірден шақырады. Бірінші талпыныстан құбыжықтың бір қолын кесіп тастайды. Ақ шашты жігіттің де шаштары қосымша қол сияқты болып шықты. Олар туыс секілді болып көрінді. Сенсейдің есіне өткені есіне түсіп, қатты ашуға келеді. Итоно шабуыл жасауын тоқтатпай, ал Коро терісін тастай береді. Оның салдарынан ол әлсіз күйге ұшырайды. Оның кесілген қолдары қайта қалпына келер емес. Дәл қазір сенсей өмірінен айырылатын сияқты. Бірақ Нагиса сенсейге қатты бауыр басқанын байқап, өлгенін қаламайды. Коро сенсей пышақты алып, ақ шашты туысының қолдарын кесіп, торға орап, сыртқа лақтырып жібереді. Қорғаушысы Сира қайта оралатындарын айтып, кетіп қалады. Оның мантиясы өзге ғаламшарлықты жарақаттайтын материалдан жасалған. Нагиса құбыжықтан неге сынып жетекшісі болғысы келетіндігін сұрайды. Ол өз танысына өзі еткендігін айтады. Планетаны жойғанда мұның маңызы болмайтығын айтты. Нагиса мақсатқа жету үшін тағы не жасауларына болатынын сұрады. Сонда жетекші сыныпта демалыс күндері жаттығуға шақырады. Коро өзінің бірнеше клонын жасап, әр оқушымен жеке жаттығады. Нагиса бұл жетекшінің күшін азайтатынын белгілейді. Ирина оқушы қыздарға жастық шағын айта бастағанда сенсей пайда болады. Ирина оны қуып жіберді. Ары қарай жетекші Тадаомиге барып, оның ғашық болған сүйіктісі туралы әңгіме айтып берді. Жақын арада Тадаоми босатылып, оның орнына басқа жетекші Такаока келеді. Әрдайым күліп жүретін жетекші оқушыларға ұнайды. Бірақ сабақ уақытында әлсіздіктен қыз құлап, жетекші Тадаомидің оралуын қалайтын айтады. Жетекші қызды ұрып жібереді. Ол қызды соққыға жығуды жалғастырады. Сонда Тадаоми жетекші келіп, тоқтатып үлгерді. Ол дуэльге мықты оқушымен шығатынын айтады. Егер оқушы жетекшіні жеңе алса, ол өз еркімен мектептен кетеді. Қарсылас ретінде жетекші Нагисаны шақырады. Оның аса қатты мықты күші болмағанмен, жетекші оның бойында қабілет барына сенеді. Такаока жетекші Нагисаны таракан секілді мыжып өлтіретінін айтқанда, Нагиса күліп жақындай бастайды. Жетекші көзін жұмып ашқанда, мойнына тақалған пышақпен жерде жатады. Нагиса жетекшіге мектепті қалдыруын сұрайды. Келісімнің аты келісім. Сабақ жалғасады. Төбе тесіліп жаңбыр сыныпқа өтеді. Құбыжықтың басы суды сіңіріп ісіп кетеді. Оқушы Акуда алдыға шығып жетекшіге у дайындап ішіп көруін сұрайды. Жетекші қызды шынайылығы үшін бағалап төбіне дейін ішіп қояды. Оның басы түрліп кейіпке айналып, түсін өзгертеді. Удың көмегі болмағанына оқушы ашулы, бірақ жетекші оқушыны химияда алға жылжыған үшін мақтан тұтады. Оқушылар ешқашан жетекшіні өлтіре алмайтындығын түсіне бастағанда, жетекші көп білім алған оқушы міндетін орындай алады дейді. Басқа жетекшілер сәттілік үшін әрқашан план Б болуы керектігін айтады. Коро космосқа ұшып, оны өлтірмек болған спутникпен оралады. Алда экзамен уақыты және жақсы тапсырған оқушыға бір қолымды кесуге рұқсат беремін дейді. Ол қолын кескенде оның клондары азайып, әлсіз күйге ұшырайтынын көрсетеді. Бұл оқушыларға мотивация ретінде беріледі. Коро одан бөлек оқушыларды бүкіл әлемді аралауға алып, ағылшын тілін үйретеді және альбомға фотолар жасайды. 6 бірдей оқушы жоғары баға алады. Демек Коро 6 қолынан да айырылып, қарсылық білдіре алмайды. Сынып соңғы тартысқа дайындалып, тұзақтар құрады. Бірақ оқушылар шынында Коро сенсейді өлтіру қажет пе деп сенімсіз. Ол бұзақы оқушыларға махаббатпен қараған жалғыз жетекші. Олар бұрын мейірімді жетекші әйел Юкиді еске алып жоқ болып кеткендігін айтады. Коро пайда болып сенімсіз болмау және планетаны құтқару басты міндет екенін айтады. Таңертең оның 6 қолын кесіп, оны әлсіз ететін су құяды. Оқушылар оқ атып, жетекшіні амалсыз қалдырды. Жарылыс болып өзге ғаламшарлық жоғалады. Тек қана шарда орналасқан басы ғана қалды. Ол шарда ядерлік қаруды жоя алмайды. Бірақ қорғау тек қана бір күнге ғана. Сонда оның басы да жойылады. Кенеттен оқушылар талып қала бастады. Олардың қызулары жоғары.
Такаока кетерінде вирус жұқтырған екен. 3 күн ішінде антидот қабылдамаса барлығы өледі. Ол антидотты Короның басына алмастыруды ұсынады, өзінің беделін қалпына келтіру үшін. Сенсей Такаоканың сөзінде тұрмайтын айтып жатқанда, ақ шашты Итоно пайда болып, Тадауми жетекші жарақаттанып, Нагиса Карма мен сенсейдің басын алып қашады. Такаока антидотпен кетіп, ал Итоно қашқындардың артынан биік мұнараға шығады. Карма сенсейдің басын бермес үшін жарақат алып жатқанда, Нагиса өлім алдында тұр. Ол тым әлсіз болып, ақ шаштыны алдап, сенсейдің басын доп етіп алдайды. Жаңбыр жауып, ақ шашты Итононы күшінен айырып, сыныпқа қосылуды ұсынады. Робот оқушы Кармаға басқаларға көмек қажеттігін ескертеді. Нагиса қолындағы пакетпен Такаокаға жолығады. Ол цементпен құбыжықтың басын қызбен бірге көміп тастағысы келеді. Нагиса уақытты созып тұрғанда, Такаока оны келемеждеп басын жерге мұжады. Кенеттен вирустан емделген оқушылар келіп, оның өзін цементке көмеді. Оқушы қыз химияны жақсы оқып, оды қайтаратын антидотты өзі ойлап тапқан. Кора-сенсей сыныпты мақтап, Нагисаны актерлік шеберлігін ерекше атады. Әуеде сарбаздар пайда болып, барлығын базаға алып кетті. Олар сенсейдің басын жаратын куполды көрсетеді. Кора-сенсей сыныпты ең мықты оқушылар екенін айтып, мақтан тұтып қоштасады. Оны оқпен қоршап жатқанда, Нагиса көз жасын ұстай алмайды. Соңғы секундтар бітіп, жарылыс болады. Сарбаздар қуанып жатқанда, сынып қайғырып жылайды. Бірақ Нагисаға таныс сары қол бет орамалын ұсынады. Сынып әрі қарай жетекшімен білім алуды жалғастырады. Сенсей сүйіктісі Экимураның сыныбына бас-көз болуын сұраған сөзін есіне алады.